Мазасыз махаббат. Өзге жандар секілді оның да басынан алғашқы махаббат өтті. 16-7 сыныпта емес, бірдей бір оқу орнынан 1-ші курсында оқып жүргенде басталды. Иә, солай. Еліктің лағындай сұлу Айманға бәрі қызыға да, қызғана да қарайды. Оның тоқпақтай бұрымы, мүсіндей бейнесі, сұлу дидары, адам жанына жылық себетіндей. Бұйра шашты, қыр мұрынды Айбекті Айман бірге оқитын жігіттің туған күнінде кезіктірген еді. Оның ашық даусының өзі Айманға жақын, таныс, жылы сезілетін. Туған күнге адам өте көп келді. Группаластары, сыныптастары, жора жолдас, таныстары, бәрі. Айбекте қонақта отыр. Алғашқы вальсте басталып кетті. Айман мен құрбысы Жанна екеуі диванның үстінде отырған. Жанна, саған Айбектей сері жігіт келе жатыр, қазір биге шақырады. Айман, мен шақыратынын сен қайдан білесің? Өйткені ол саған қарап келеді. Айман Айбекке қарағаны сол еді, дәл қасына келіп қалыпты. Айбек, сізді биге шақыруға бола ма? Жанна, болады. Айман, сені шақырып жатыр, билеп кел. Айман сонда барып Айбектің жүзіне қарады. Ол жымия қарап езу тартты. Сүйкімді екен деп ойлады. Екеуі еш сөзсіз, үнсіз байыппен әдемі билеп шықты. Тек соңында Айбек сізге рахмет деп орнынан дейін ілтипатпен шығарып салды. Жанна болса, айттым ғой, сері Айбек сені биге шақырады деп. Не айтты? Еш нәрсе. Қойшы, еш нәрсе демеді ме? Иә, үнсіз биледік. Ол туған күннен кейін Айбекті Айман жиі есіне алатын болды. Айбек те кеш батса болды, жатақхана алдында тұрады. Екеуі бірін-бірі тек үнсіз көздеріне қарап түсініседі. Көпшіліктің ортасында екеуінің жанары сырласып сөйлесіп үлгереді. Ғашық жандардың көздері әлемдегі ең әдемі көз шығар. Айбек те ғашықтықтан сұлу көрікті, Айман да ғашықтықтан әдемі. Ғажап болып жүр. Олардың оңаша барып жүрген сырын шертетін саябақтағы орындары аққайыңның ортасы. Сол аққайыңдар арасында екеуі ұсақ қол ұстасып тура беруге дайын. Бірде Айманның группалас досы келіп, Айбекпен жүрмей-ақ қой, оның отбасы бар деп төтесіне бір-ақ қойды. Айман сенер-сенбесін білмеді. Сенбейін десе Айбек группаласының досы, сенейін десе Айбекті жамандыққа қимайды. Енді міне жанымен бірге өзі бұлданып жатсыз мынау. Оны естіген құрбылары қатаң тыйым салып, екінші онымен кездеспеуге Айманның уәдесін алды. Болды, оған енді шығушы болма. Өзі кімді басынады? Иә, бақыт деген аяқ асты екен ғой. Кеше ғана қол ұстасқан ғашықтар бүгін Айманды өксік қыса берді. Кеш батса томсырайып, теріс қарап жатып, алу күндегі әдетіне айналды. Бірде терезе тықылдады. Айманды жанналар киімдерін салатын шифонерге кіргізді де сыртынан итере жапты. Жапты да еш қозғалмай, дауыс шығармай отырды, бұйырды. Құрбылары да қайтысып, өз достарын қайда қалдым жіберуге олар да қимайды ғой. Айман, Жанна терезені ашты. Сәлем, Айман жоқ, қайда кетті? Тәтесінің үйіне кетті, ол енді сол жақта тұрады. Телефонын берші. Телефонын білмеймін. Адресін ше, қайда тұрады тәтесі, оны да білмедім. Бізге айтпады. Ол әлде неге қуаныш деді? Бақыт деді. Қыз шифонер ішінде киімдерді құшақтай еңкілдеп жылап отыр. Сорғалай аққан жас дауыслар емес. Иә, бәрін қойшы, жүректі демдер түсіндірер отбасы бар. Басы бос емес деп. Бәрінен де сезімді қайтпек. Айбек Айманның пәк сезімін тәрк етіп келемеж дегені ме? Сонда оның сезімі осы кезде өзінен сәл биікке ұшып барып қарап тұрғандай. Расымен сезім деген биік екен ғой. Биіктік арқылы махаббатты бағындырады да. Сезім жылап отырған Айманға, ал сен болсаң әйелі бар болғаны үшін одан бас тартасың ба дегендей. Айман басын шайқап үнсіз ғана егілді. Айбек те басын шайқаған күй еш нәрсе түсінбей ақырын жылжып барады. Осылай сезім екеуіне қарап тұрғанда уақыт өтіп кетті. Ал уақыт еншісі өзіне қалаған алады. Айман қаншама күн, ай, жыл өз жастығын тек бір адамға арнап, соны сағынумен, қиялдаумен өткізді. Өзге жігіттердің бірін де елемеді. Ол тек қана ол деген бір адамға арналған сезімін айлап кетеді. Бірақ уақыт деген өз деген алады.